Балалар, алтын қақпа тапсырмасын орындап болғандар, қана кімдер орындап болды? Еларыс болды ма? Ана жақта Баура, Інка, Ғазиза, Нұрай, мына топ шар тобы барлығы бітті, мына конкурс тобы да барлығы бітті. Жақсы, жарайды. Қана Баура, біріншісінің жауабы қандай болды? Ағынасы қалай болды? Жарайды, екінші топтан қана Ғазиза айта ғой, екіншісінде жауабы қалай болды? Жақсы, енді осы мәндерді пайдаланып, біз карусель әдісімен бір-біріміз тексереміз. Яғни бірінші тапсырмада А-ның мәні 4, екінші тапсырмада А-ның мәні 3. Тексереміз. Дұрыс болса, дұрыс деген белгі соғамыз. Және шар тобынан Ғазиза сен белгілеп отыр, дұрыстардықына дұрыс деген белгі соғып отыр. Бағалау тарапына Баура сен. Бағалау тарапына белгі соғып отыр. Ал конкурс тобынан Жазира сен белгі соғып отыр. Дұрыстарға. Болып па тексеріп? Жақсы. Жарайды. Берілген дискриптор бойынша тексердік қой, жаңа айтылды дискриптор қандай екен? Жарайды, жақсы. Енді осы тапсырма алтын қақпаның тапсырмасын орындаған балалар алтын қақпадан кіреді. Ашылады алтын қақпа. Және алтын қақпаның ар жағында бізде алтын сандықтың ішінде бізде сол орындаған балаларға сыйлық. Енді балалар, біз Q-сіз бағдарламасы арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Барлығымыз WhatsApp желісіне жіберілген ссылка бойынша кіреміз Q-сіз бағдарламасына. Қараймыз мына жерде. Осы жерде қазір код шығады, сол код бойынша орындаймыз. Жазалайық кодты. 86, 41, 86. Жазалдық па? Көрмегендер жазылды. Кіралдық па? Мен көріп шығайын. Кірдік, е? Күтіп тұр екен, интернет кішкене. Қазір. Нені басайын, бастап отыр. Болды ғой, е? Жақсы. Онда бастаймыз. Сәттілік. Біз аралай кіреміз барлығымыз. Тапсырмалар түсінікті болып жатыр ғой, е? Жақсы. Жазира алдында кетіп баратыр, е? Жылдан уақытымыз өтіп жатыр. Дарын алға шықты.
Жарайды, жақсы болды, аяқтаймыз. Осындай нәтижеге жеттік. Бағалау парағына осы 3 орын алған оқушыларға белгі соғып қойыңдар. Жақсы, жарайсыздар. Енді үй тапсырмасы бүгінгі Дамирдің үйінің ауласында оның қояндары мен тауықтары жайлы жүр. Қояндар мен тауықтардың барлығы аулаға кірген иттен қашып, ауладан шығып кетті. Дамир қояндардың әрқайсысын 2 минут болса, тауықтардың әрқайсысын 3 минут қуып, барлығын 0,5 сағатта аулаға қайта кіргізді. Дамирде неше тауық, неше қоян бар. Осы тапсырма үйге болады. Үйге тапсырма, бұл тапсырманы жүйе құру арқылы орындаймыз. Мен бұны сендерге WhatsApp желісіне жіберемін. Таңдаймын. Жалпы бүгінгі тақырып түсінікті болды ма бәрі? Иә. Теңдеулер жүйесі шығару жалпы біз соны қайталадық. Бүгін мына теңдеулер жүйесін. Бүгін сабақта өте жақсы қатыстыңдар. Бүгінгі сабақтарды бағалау парағын бере ғой. Баға. Бүгінгі сабақта осы өткен бүгінгі сабағымыздағы тапсырмаларды барлығын жақсы орындап, соңғы тапсырмада ғана жазирада бізде бүгін 8 балл, Жанияда 7 балл, Дарында 8 балл, Еларыста 7 балл. Мына жақта Мадида 7 балл, Нұрайда 8 балл, сосын Бейбарыста 7 балл, Ғазизада 8 балл. Келесі куб тобында Бағрада 9, Іңкарда 9, Бағында 8 и Диярда 8 балл. Енді бала, алдымызда рефлексия, СМС ойыны арқылы рефлексия жасаймыз, яғни бүгінгі сабағымыздың рефлексиясын, яғни досыңа СМС жазасыңдар. Бүгінгі сабақта қандай әсер алдың, немесе нені үйрендің, осыған байланысты өз пікірлеріңді жазыңдар. Жарайсыңдар. Қандай болдың, е? Қандай болдың осы өзің неге жаздың? Бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Бәріміз квиз бағдарламасын ойнап жарыстық. Қаны Ғазира? Мен бүгінгі сабақты жақсы түсіндім. Сабақ қызықты өтті. Қаны Іңкар? Бүгінгі сабақта теңдеулер жүйесін үйрендік. Бәрі қызықты және түсінікті болды. Бауыра қаны? Бүгінгі сабақ өте қызықты және күшті болды. Біз көп есептер шығарып, жиынға қайталадық. Жарайсың. Қаны Жания? Бүгінгі сабақ өте түсінікті әрі қызықты өтті. Жақсы. Мади қан, сен де оқу ғой жарайды. Мен үшін бүгінгі сабақты түсінікті және қызықты болды. Енді барлықтарың осы СМС-теріңе аттарыңды жазып, жинаңдар, осы топтас өз қарталарын ұстап қойыңдар, мен өзім жинап аламын. Бүгінгі сабақта жақсы қатысқан оқушыларға қол соғып қояйық. Жарайсыңдар, бүгінгі білімдеріңді көрсете алдыңдар, барлық тапсырмаларды жақсы орындаңдар. Мен енді бағаларымды алған бағаларыңа ризамын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.